Бисмилла, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Біз енді Қазақстанда мешіттерде намаз біткеннен кейін бауырларымыз барлығымыз тұрып, бір-бірлеріміздің қолымызды алып, намаз қабыл болсын деп жатамыз. Соны біреулер бұл болмайды, пайғамбар істемеген, бұл бидғат дейді екен. Астағфиралла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылманды көргенде амандасады деген. Қол алысса мұсылманды көрген кезде алақандарының арасынан күнә төгіледі деген. Енді осындай қасиетті амал тұрған кезде бұл амалды болмайды деп айту, Құдай сақтайын, әдейі айтса діннен шығып кетуі мүмкін. Біз енді намаздан кейін қол алсамыз, тіпті сахабалар келе жатып бір ағаш араларын бөлген кезде қайтадан қосылып бір-біріне сәлем берген. Амандасу жалпы бұйырылған нәрсе, амандасуға болады, бұл сүннет, бұл сауап іс. Ал енді мұсылмандар намаздан кейін амандасса, оны бидғат деп айту нағыз бүлік болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам істемесе де пайғамбарымыздың тыйған нәрсесі емес. Сол нәрсені айтып, мұсылмандарға қарсы шығып, сендер неге домалақтанып тұрасың? Енді домалақтанып тұрғанда әдейі біз домалақтанып тұрайық деп тұрмаймыз. Енді бір имамға амандасып бәрі қатар-қатар тұрған кезде өзі домалақтанып қалады. Егер домаланып тұру ұнамаса, онда төрт-пішті болып тұрайық, үш-пішті болып. Енді ол былайша айтқанда айтылатын әңгіме емес қой, енді ұят нәрсе. Бірақ осы нәрсеге қарсы шығып жүретіндер де, мысалға мешіттен шығып кетіп, мешіттің алдында өздері бір-бірімен амандасып домалақтанып тұрады. Сонда пайғамбарымыз да мешіттің ішінде тұрмай, сыртта домалақтанып тұрған ба? Мысалға да осы нәрселерді түсінбей, мұсылмандардың арасында бүлік шығару бұл дұрыс емес. Құдай сақтасын. Мұсылмандардың арасында бүлік шығару, мұсылмандардың бір-біріне жек көргізу, бұл адам өлтіруден де бетер нәрсе. Бұндай нәрседен аулақ болуымыз керек. Алла бәрімізге тура жол нәсіп етсін. Адасқан бауырларымызды Алла тағала кешірсін. Ва ахиру дағвана анил хамдулиллахи раббил аламин.